Астананы таныстыруды жалғастырамын. Осыған дейін сіздерге қаланың ескерткіштерін, жағалауын және де саябақтарын көрсеттім. Дәл қазір мен елордамыздың ең үлкен сауда ойын-сауық орталығында тұрмын. Осы жерден көп ұзамай тағы бір керемет жерді көрсетемін. Сіздер білесіздер ме? Астананы айнала орман қоршап тұр. Елорданы осы жерге көшірген кезде бұл маң сары дала болса, қазір қалың орман. 100 мың гектардай. Бұл орманда 70-ке тарта ағаштың түрлері бар. Және тең жартысы жеміс-жидектер ағашы. Мәселен, мына қатар қарақаттар ағашы, ал мына жерде түрлі түсті жидектер ағашы. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Бұл жерге кез келген адам жидектерді, қарақаттарды теріп өзімен алып кете алады. Әрине тегін. Айтпақшы, жеміс-жидек теріп жүрген кезінде ағаштарды бүлдіріп, сындырып кетпеңіздер. Мен қазір өзіме осындай жидектерді теріп аламын. Қазір дәмін көрейінші. Өте әдемі екен. Айтпақшы достар, орманға келген кезде қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтаңыздар. Орманға келген кезде от жағып жүрмеңіздер. Қандай тамаша, қайыңның иісі не деген керемет. Тап-таза ауа, тыныштық. Бұл жерде тек құстардың үні мен ағаштың желмен терберген сыбдыры ғана естіледі. Бұл жердің кереметтігін сөзбен, видеомен жеткізу мүмкін емес. Тек қана келіп, сезіну керек. Астананың орманында тек ағаштардың арасында жүрмейсіз. Аң құстарды да көресіз. Қоян, қасқыр, елік, тіпті түлкі де жортып жүреді. Ал 2010 жылдан бері бұл маңға 10 мыңнан аса қырғауыл жіберілген. Жыл сайын жазғытұрым қырғауыл ұшыру дәстүрге айналған. Бұл құс ормандағы зиянкестерді жойып, биоалуантүрлілікті сақтауға мүмкіндік береді екен. Достар, жаңа ғана сіздерге айтып едім ғой, осында адамдар келіп, жеміс-жидектерді теріп кетеді деп. Менің сөзіме дәлел, дәл қазір мен астаналықтарды кездестіріп қалдым. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваш день прошел? Я смотрю, что вы собираете. Да. Уже собрали. Уже собрали, Да. уже домой. Ага, расскажите, пожалуйста, что вы собрали, для чего? И как часто вы приходите сюда? Это у нас подтопольники. Всего лишь 5 минут от города. Недалеко. Собрали за около 2 часов. Надо солку, очень вкусно. Зимой. А вообще еще, что еще можно здесь собрать? Ой, здесь мы только знаем подтопольники. Но говорят, и береза что-то под березовики, там люди ищут, находят. Нет, и грибочки тоже есть. Қараңыздаршы, достар, менің қолымдағы осындай үлкен саңырауқұлақтар да бар екен. Осындай саңырауқұлақтардың неше түрлісін жинап алып жатыр. Вы только что сказали, что собирать одно удовольствие, да? Да. Очистить как? Ну, Это буду я. это не я. Я собираю, да? Да, я собираю, они чистят. Астананың айналасында осындай керемет жер бар. Велосипедпен немесе тура мен секілді атпен жүремін, серуендеймін десеңіз, мархабат, келсеңіздер болады. Атпен шабан десеңіз де сізге кез келген ат табылады. Арина, а Скаю сколько лет? Скаю 8 лет. Он жеребец серой масти.
достаточно спокойного характера, абсолютно лояльный к людям. А вообще сама сколько лет занимаешься? Я занимаюсь со скольки лет? немного, 3 года, но я уже очень в хорошем темпе иду, поэтому много опыта. А вообще тренируешь детей? Иногда бывает, Мгм. ну не часто. А вообще часто ли приходят дети, либо взрослые? Да, желание есть у многих. Мы живем в Казахстане, собственно говоря, родина лошадей, и желание научиться ездить у многих и взрослых, и детей. Мгм. А в основном на природе, да, катаются? В основном в клубах конных зимой, если есть манежи крытые, то там. Ну, вообще, если есть поле на улице, то на улице лучше. Ну, часто летом, наверное, на улице, Да. скорее всего, да? Но он же не хулиган, да? Нет, он очень спокойный. На нем вообще ездит девочка маленькая. Ну, девочки, наверное, давно занимаются. Да, с рождения. Но обычно маленькие дети, они не боятся. Да. В основном взрослые боятся, Да. потому что в детстве я помню, что говорили, опасно на лошадь садиться. И вот это вот стереотипы или стандарты какие-то, да, и вот эти вот страхи, которые с детства заложены во взрослой жизни, они превращаются как бы, ой, страх, и боимся подходить к лошадям в основном. Арғымақ ат спорты сауықтыру былтыр республика күніне орай ашылған. Қаладан 15-20 минуттық жерде. Балалар мен жасөспірімдер үшін таптырмас мүмкіндік. Сондай-ақ мұнда ерекше балалар үшін иппотерапия да бар. Яғни балаларды атқа мінгізу арқылы ем-дом жасауға болады. Бұдан бөлек спорттық кешенде түрлі шаралар, ұлттық ойыннан сайыстар ұйымдастырылады. Астана суық, қатты жел, айналасы айдала, ешқандай ағаш жоқ деген осыдан 20-25 жыл бұрын айтылған стереотиптен арылу керек. 25 жыл бұрын отырғызылған тал көшеттер қазір ну орманға айналды. Бұл орман Бурабайдың аумағындағы орманға қосылады. Орман жайқалып өскен сайын Астанамның ауасы тазарып, желі де азайды. Айтпақшы, қыстың да аязы жұмсарды. Астанам, жайнап, жайқала бер.